Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Шолпан. Бүгін біз адам ағзасына пайдалы дәрумендерге өте бай баклажан мен салат жасайтын боламыз. Қажетті заттардың барлығын мөлшерімен описание бөліміне жазып кетемін. Ал ендеше кеттік, видеоның соңына дейін көріп, мені қолдай отырыңыздар. Ең алдымен баклажанымызды жуып, жақсылап, тазалап, осылай дөңгелек етіп турап, тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 15 минут көлемінде қойып қоямыз. Және сол уақытта терканың көмегімен сәбізімізді терканың орта бөлігімен теркалап аламыз. Сонан соң қызыл тәтті бұрыштарымызды ұзыншалатып, жіңішкелетіп турап аламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай. Ендігі кезекте огурцымызды да дәл солай ұзыншалатып тігінен турап аламыз. Және достар, видео сіздерге ұнап жатса, мені қолдап, өз пікірлеріңізді комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Ендігі кезекте менде осындай ыдыс бар, чеснок еземін. Осы арқылы чеснокты осылай езіп алсаңыздар болады. Сіздерде бұл болмаса, чеснокты майдалап турап алсаңыздар да болады. Бізде енді 15 минут тұрған баклажанымызды тұзды судан жақсылап жуып, тазартып аламыз. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызға тұз араластырып, баклажанымыздың екі бетінде жұмыртқаға жағып, қызып тұрған майға салып, 5-7 минут көлемінде баклажанның қызарғанша екі бетін пісіріп аламыз. Және достар, бұл баклажанның бәрін дайындап болғанша бір ғана жұмыртқа емес, 3 жұмыртқа көлемінде кетеді. Мен сіздерге видеоға бір жұмыртқаны ғана түсірдім. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға бір пиязымызды ұсақтап турап алып, салып, кішкене уақыт оны да қуырып аламыз. Және достар, видео ұнап жатса, подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып, маған тіркеліп қойыңыздар. Сонан соң бір шай қасық ащы бұрышымызды, бір шай қасық паприка, бір шай қасық кинзаны салып, араластырып, кішкене 1 минут шамасында қуырып, сонан соң тәтті бұрышымызды салып, бұны да қуырып аламыз. Баклажан негізінен адам ағзасындағы дәрумендерге өте бай. Ең бірінші йод жетіспеушілігін жояды. Тіпті балаларда сүйіп жейді бұл салатты. Және бір шай қасық көлемінде оливки масло қосып жіберіңіздер. Ендігі кезекте баклажанымызды саламыз. Сонан соң қуырып алған тәтті бұрыш пияздарымызды салып, ыстық күйінде салыңыздар, сонда дұрыс болады. Сонан соң татымына қарай тұзымызды, бір шай қасық, 2 шай қасық қантымызды, кешіресіздер, соевый соусымызды 3 қасық, шай қасықпен барлығы, және уксус 1 шай қасық. Менде уксус 70% уксус. Сіздерде 9% уксус болса, 3 шай қасық салсаңыздар да болады. Ендігі кезекте осылай қолдың көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Не көріп тұрсыздар, қандай керемет болып шықты біздің салатымыз. Осылай ыдысымызға салып, ұсына берсек болады. Және бәрін араластырып болған соң, 30 минут көлемінде холодильникте сақтаңыздар. Дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп, өте керемет болып шығады дәмі. Әсемдік үшін бетіне осы күнжіттен сепсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен мен Шолпан. Видео ұнаса, подписация бөлімін басып, жанында қоңыраушасын басып, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер. Назарларыңызға